қайда деген сияқты, короче. В общем, алып кеттік айгөліңді. Қалайсыздар жалпы? Жақсы. Көп болды енді, көрсін. Кішкене звездовать етіп кеттіңіздер ғой. Тәкаппарланып кеттіңіздер ғой, атақты болып там, не знаю, подписчигіңіз 200 мыңға жетіп, там, не знаю, таппай қалдық осы что-то. То Тарас, то сям болып. В общем, бір жерге бара жатырмыз енді. Мен өзім пайдаланып айтпайды айтсың. Айтпайсың ғой. В общем, бір жаққа шықтық деген сияқты. Короче, күтіңіздер. Ұйқы қанбаған, но ничего страшного. Көреген Осының сөзінің қысқасы кішкене медеу келдік, кішкене лестницамен жоғары қарай жүрек десек кішкене шаршап тұр ғой сөздің ашығы, иә? Иә, қош. А бізге примерно ана жаққа бару керек болып тұр ғой, жоғары жаққа. Поэтому Басқа жол бар шығар. оңай жол дейсің ғой, иә? Оңай жол керек болып тұр. Онда кетті ғой. Маған да сол керек болып тұр деген сияқты. Таксимен кетейік оны дальше. Айтамын да, қазір тура өмірдегі деген мысалы, ақшаң болса, тезірек машинамен жетесің да, ақшаң жоқ болса, жаяу өйтесің, короче, жоғары қарай. Может, енді олар сол өздеріне жаяу жүргеннен кейін шығар. Негіз деп айтамын да, примерно қойшы дейсіз ай. Жарайды. Молодец. Осылай келесің. Бұл кісімен бәрімен келісе беру керек, әйтеуір иә, сөйтіп айтасыз. Келіспей онда. Осындай атмосфера болып тұр енді. Қалайсыздар? Специально напротив отырып деймін, айгүліндерін жаттап алу үшін. Ата соңғы кезде түрін ұмытып қалып жатыр. Дұрыс болды, иә, напротив. За вас. Айгүл екеуміз қарап, көсектеп тұр. 전부 왼손이로. 왼손. Бат, айта аласың ба? Прям қастарына қарасын да, сөйтіп айта аласың ба? Не деп? Сол жаңа айтқан сөзіңді. Бар, давай. Шақырып Босай. Камсамида деп па? Иә, қасына барып айтсай, босай. Давай, раз. Айтпаймын. 2, 3. Неге? Сен айтма, мен сені түсіремін. Әкел. Мен баяғы айта саламын. Камсамида. Камсамида. Ұйықтап кеттік па деп, нормально. Жоқ, түсіреміз. Жоқ, жерде осыған түсірек десем, я же серьезный человек. А что? Ялам. Не үшін яласың? Сен ялам демей ақ қой.